Мүшел жас туралы не білеміз? Тарихта түрік қағаны бір оқиғаның болған уақытын ұмытып, ертеңгі ұрпақ мүлдем шатасады деп елге жарлық салады. Біз тарихымызды анықтауда көп жаңылыстық, ал бұдан кейінгілер бұдан да жаман жаңылсады. Біз енді жылдарға ат қояйық. Бұл біздің кейінгілерге қалдырған ескерткішіміз болсын дейді. Сөйтіп, Ле өзенінің жағына хайуандарды өткізу үшін бұйрық береді. Әскерлер хайуандарды өзенге қарай қуады. Жануарлардың бәрі бірдей өте алмай, ең таңдаулы 12-сі ғана судың арғы бетіне аман шыққан екен. Осыдан әр қайсысы бір жылға ие болып, 12 жыл атауы пайда болады. Яғни жыл санағы 12-ден асқанда мүшел жас деп есептеген. 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 109, 121. Ұлытау өңірінен шыққан Ағыбай батыр 13 жасында елін қорғауға атқа қонса, Абай 13 жасында ақындығымен елге танымал болды. Жүсіпбек Аймауытов алғаш өлеңін 13 жасында жазса, Тоқтар Әубәкіров 13 жасында өз мамандығын таңдап алдына мақсат етіп қойса, Қазбек би 13 жасында ел ісіне араласқан. Бұны келтіріп отырған себебім, бабаларымыз әрбір жасқа талап қойып, баланың өмірлік негізін қалаған бір мүшелде. Оны қатаң қадағалаған. Мысалы, бірінші мүшел 13 жасқа дейін ер жете бастау кезінде. Бірінші мүшелдің ортасына дейін баланы еркелетіп, аңыздар, мифтармен, батырлар жырларымен сусындандырып өсіріп, қоршаған ортамен таныстырып тәрбиелеген. 5-12 жас аралығында баланы еңбекке баулып, тыным бермей жұмсап, ширатқан. Ғұламалардың айтуынша бірінші мүшелдің ортасынан бастап, тоқтамай баланы оқытып, талаптандырса, 13-тен аса сұраусыз білім, ғылым жолына түседі деген. Жасөспірімнің болашаққа деген негізін бойына қондырған. Ер баланы сүндетке отырғызып, қыз баланың құлағын тесіп, болашақта жанұя құруға даярлап шындықтырған. Бір жағынан гигиена, екінші жағынан дене бітіміндегі өзгерістер қолайлы дамуына септігін тигізеді. 13 жасқа келіп организмінде өзгерістер басталғанда, әлсіз, нәзік балалар жүрек, жүйке ауруларына шалдығуы мүмкін. Сол себептен 5-13 жас аралығында балаларды көп жұмсап, денесінде ми қабатын шынықтыру қажет. Адамда 12 мүше, ал 13 жасында 13-ші мүше жетіледі. 13 жасында отау иесі деп атаған. Сонымен бабаларымыз 13-ке толғанша баланың негізін дұрыс қаласа, ол өмірлік болады. Екінші мүшелге аяқ басқанда ауытқулар болмайды. Аяғын нық басып, өзіне сенімді болады. Қазақ хандығы тұсында Тұран даласында Ихсан мектептер болған. Ол мектептер баланың рухани дүниесін, ішкі әлемін даярлаған. Үлкенді сыйлау, құрметтеу, әлсізге көмектесу, жан-жақты түсіністікпен қарау, жанашырлық, жануарларды табиғатта аялау сияқты тағы да басқа. Мүшел жылы жиі садақа беру қажет. Садақа беру дегеніміз келе жатқан қауіп-қатерді сатып алу, тоқтату. Мүшелден шыққанда жақсы көретін киімін, затын елге таратады. Алланың берген арыздығын, несібесін бөлісейін деп, мал сойып садақа берген, жеті шелпек тарату, сыйлық тағы да басқа. Екінші мүшел 13-25 аралығы. Ол прогрессивті даму процесіне түседі. Күнделікті өсіп жетілуі, қайраты мен күшінің артуы, шымырланып келе жатқанда баланы ата-анасы дос ретінде ұстайды. Ақыл кеңес беріп, дұрыс бағыт көрсетіп отыру қажет. Себебі боз баланың терең ойланбайтын, жұлқынған кезеңі. Жалпы түсінікті болу үшін қарапайым сөзбен түсіндірейін. Әр мүшелде бойыңа бір қасиет беріледі. Ол қасиетке лайық болу керек, болмаса бірдене мүшеңді алады. Қатерлі жас, қауіпті жас деп айтуы осыдан. Пифагор теңестіргендей жастық шақта көктеу, өсу, танымдық берсе, жігіттік шақта күш, қуат, қайрат береді. Орта жаста ақыл тоқтатады, артына қарайды, ойланады. Одан әрі кәрілікке аяқ басқанда жаратушы күш қуатын алып, даналық береді. Сонда мүшелде бір мүшеңнен айырылып қалмау үшін не істеу керек? Мүшелде мүшел жасыңды атама, не кішірейтіп, немесе үлкейтіп айт. Мүшелде абайлап, сақтықпен жүр, кекілшің, қақтығыс жағдайларды сабырлықпен шеш. Жол сапарға шықпа, шықсаң жалғыз жүрме. Баяғыда Әйюб пайғамбар мүшел үстінде сапар шегет, бір күні түс көреді. Түсінде бір қария, үйіңе барсаң жарың өледі, далада қалсаң өзің өлесің дейді. Бал ашып көрсе, дәл түсіндегіндей болады. Әттеген ай деп отырғанда қасына бір ақсақал келеді. Әйюб түсін жортқанда ақсақал дорбаңды бер дейді. Шыңғырап, далада қалсаң өзің өлесің, үйге барсаң жұбайың өледі деп ескерткені мынау деп дорбадан жыланды алып шығады. Әйюбқа садақа беруді тапсырған екен ақсақал.
Сол себептен адамға жамандық, қастандық жасама, өсектеме, балағаттама. Қазақ айтады, не ексең соны орасың деп. Жауларың болса, сәлемің дұрыс болсын, кешірімді бол, сен кешірсең Алла сені кешіреді деп босқа айтылмаған. Таспен атқанды аспен ат дегендей, адамдарға көмектес, қол ұшын бер, адамды риза етсең, жаратушы сені жарылқайды. Ниетің түзу болсын, айтуған сайын, айдан аман, жылдан есен, өмірден бүтін болып жүрейін деп садақа көп бер. Оң қолмен берген садақаңды сол алақаның көрмесін. Әліптің артын бақ дейді атам қазақ. Сол себептен 12 жылда істегендеріңнің қорытындысын мүшеліңде көрсетіп, сыйыңды аласың.